Баршаңызға сәлем. Бүгін дәмі тілі үйретін қызыл мақпал, яғни красный бархат тортын құрғақ бояғышпен дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қажет қоспаларды описаниеге жазып қалдырамын. Алдымен бөлме температурасындағы сары майға шекер қосып миксерлеп аламыз. Сосын біреулеп жұмыртқа салып араластырамыз. Содан соң күнбағыс майын қосып біркелкі болғанша миксерлейміз. Ұнға сода, қамыр қопсытқыш және какаоны салып араластырып аламыз. Айранға шай қасықтың ұшымен ғана құрғақ бояғыш салып, әбден араластырамыз. Жұмыртқалы массамызға аз-аздан құрғақ ингредиенттерді және де айранды қосып қозғаймыз. Бәрін қосып болған соң бір қалыпқа түскенше миксерлейміз. Мынадай консистенцияда болуы керек. Пергамент қағазы төселген формаға 2 немесе 3 бөлікке бөліп, 180 градуста қызып тұрған пешке 25-30 минутта пісіреміз. Менде 24 сантиметрлік форма және мен 2 бөлікке бөліп пісірдім. Кремін даярлайық. Құрғақ ыдысқа салқын кілегейімізді құйып, кішкене қоюланғанша миксерлейміз. Кілегей салқын болуы міндетті, әйтпесе крем дұрыс шықпай қалады. Сосын қант ұнтағын қосамыз. Енді сүзбелі сыр қосып, қою крем пайда болғанша миксерлейміз. Піскен корждарымызды барынша суытып, бетін тегістеп кесіп аламыз. Ол тортымызды әрлеуге қажет болады. Кондитер қапшығына кремді салып, коржымыздың бетіне толықтай құйып, тортымызды жинаймыз. Сосын тортымыздың бетіне, жан-жағына тегістеп крем жағып шығамыз. Жаңағы кесіп алған коржымызды үгітіп, тортымызды әрлеп шығамыз. Мінекей, осы күйінде қалдыруға болады, бірақ мен артылған кремді бетіне құйып шығамын. Сосын 1 сағатқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Тортымыз дайын. Гелевый краситель қосылған торттан түсінде аса айырмашылық жоқ. Бастысы құрғақ красительді көп қосып жіберуге болмайды. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.